Армысыздар тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әрбір комментарий менің кейіпкерлерім үшін өте маңызды. Рабиғаны студент кезден танытым. Студент кезімізде Рабиғаның туған сіңлісі Гүлмира менің группаласым болды. Бірақ ол кездері Гүлмираның айтуы бойынша Рабиға әпкесі сондай қатал, көңіліне жақпаған адамды бет жүзіне қарамай қырып жіберетін, айтқанынан қайтпайтын тік мінез боп көрінетін. Алматыға әр жерден жиналған біздер Гүлмираның үйіне барғанда Рабиға әпкесін көргенде именіп қалатынбыз. Аналары Сара апай керемет адам еді, шарықтық. Топта оқитындардың ішінде топтасып алған онымыз бар едік. 8 қыз, 2 ұлмыз. Қыркүйек басталысымен сенбі сайын жатақханадан шығып, Алматының шетінде тұратын Гүлмираның әке-шешесінің үйіне барып, алмұрт тереміз. 2 күн кәнігі құдаларша сайрап, сайран салып, бешірлетіп қайтатынбыз. Сонда Сара апамыз, марқұм, өзінің балалары келгендей қуанатында. Үйге кіргенде қадірлі қонақтар келгендей, ақ дастарханын жайып, бізді баласындай тік тұрып күтетін еді. Қыздар жағы ол кісінің сырласы, бір сөзбен айтқанда құрбысы секілді жүретін. Бәлкім аналық мейірімін бергісі келген шығар бізге де. Өйткені алыстан келген біз сияқты жалаң аяқ студенттің қам көңіл күйде үйін сағынып, одан қалса ата-анамыздың мейірімін аңсап жүргенімізді біліп, бар жылуын шашқаныма, әйтеуір біз барғанда менің 10 саусағым келді деп, емін жарқын қарсы алатын. Бір күні сондай отырыста қаладан Рабиға келе жатыр деген қоңырау түсті. Біз үрпейіп сырттағы алмұрт ағаштарының жанына барып, тығылып қалдық. Өзімізде де кінәрат бар еді. Студент болғасын ер жетіп есейгендігіміз, грузиннің әдемі қызыл шарабын ортаға қойып, онымыз бір жұтымнан сораптап отырғанбыз. Неге тығылдық? Кімнен қорықтық сонда? Рабиғадан сескенген түріміз. Ол келгенде улап шулаған дыбыстардың біреуі де естілмейді. Рабиға үшмен амандасып, біраз уақыт кідірді де қайтуға жиналып жатты. Дарбаза жабылып, Рабиғаның күйеуінің көлігі үйден шыққан кезде барып Қарағайға қонақтаған торғайлар секілді бізде өре түрі келіп, бешірімізді қайта жалғастырдық. Тіпті адам сияқты бетіне қарап сәлем беруге қорыққанымыз сонша, ол кеткенше гестапоның қызын көргендей, ішімізден алған демімізді сыртқа шығара алмай терлегеніміз бар. Міне, сол Рабиғамен бүгін әдемі сырлас, әпкелі сіңлі, інілі, сыйластықта отырып, ол жайлы әңгімені сіздерге ұсынам деп кім ойлаған. Уақыт бәрін өз дегенмен жасайды екен. Ал бір кезімізде атынан үркіп, жанына жуықтауға қорыққан Рабиғамен етене араласып, туғанындай мұңдас боп, оның бастан кешкен оқиғаларына куә болам деп, баяғы грузиннің қызыл шарабын ішіп отырғанда мүлдем ойламаппын. Рабиғаның әңгімесі қалай басталды? Әлқиссаның өзінің аузынан естіңіздер. Студенттік өмірмен қоштасып, әрқайсымыз шартарапқа тарап кеттік. Мен әсем қаланы қимай осында жұмыс жасауға қалдым. Ең бірінші мәселем үй табу болды. Жататын орнымды сайлап алғанша Алматының жетім бұрышын жағалап жүріп, Гүлмираға қоңырау шалдым. Әйтеуір ағайын туыс осында ғой, үйлерін жалға беретіндері бар шығар деген оймен, Гүлмира көп ойланған жоқ. Рабиғамен хабарласып көруім керек, деді. Рабиғаның күйеуі еркін екенін, кішкентай Аяжан деген қызы барын білсем де, студент кезімде жөнді көрмеген едім. Түс қайта Гүлмираның нұсқауымен қаланың орталығында тұратын Рабиғаның мекен жайын алып, жүгімді салып, тартып отырдым. Ол кезде Гүлмираның тұрмысқа шыққанына да 4 айдың шамасы болған. Әрі қарай оны мазаламай, мәселелерімді Рабиғамен шешуім керек болды. Рабиғаның 93-ке келген көршісі Баба Дусия өмірінің соңында пансионатта болу керек болғасын, бір бөлмелі пәтерін сенімді адамға өткізу үшін Рабиғаға өтінішін айтқан екен.
Не керек? Бірінші қабаттың бірінші пәтерінде Рабиға тұрса, екінші пәтеріне барып, мен орналастым. Орыс ұлтының өзіне тән қышқылтым, иісі сіңген пәтеріне, хан сарайына келгендей жайғасып алдым. Баба Дусяның 68-ге келген Рая, 72-ге келген Галя деген екі қызы келіп, бір айдың ақшасы Раяға, келесі айдың ақшасы Галяға, солай кезекпен ақша төлейтінімді ескертті. Жанымызда тұрған Рабиғаға қарап, үлкені Галя: «Рабиға, бұл бала кім саған?» деді. Ақылдасып та үлгермеген едік. Бірақ сол жерде Рабиға: «Бұл менің әкемнің інісінің баласы, менің інім», деп саңқ еткізді. Орыс апалардың сенімді жүру үшін солай етті. Солай болды да үйді маған, мені Рабиғаға аманаттап, 2 бикеш ақшаны алып жөніне кетті. Орыс апалардың Галя мен Раяның балалық шағы өткен ескі үйдегі совет заманынан қалған жиһаздар мен аспалы шамдарға қарап, ойланып отырған маған: «Рабиға, астыңнан су шығып көшіп қонбай осында тұрақта үй алғанша, заттарыңды жайғастырып болып, шайға кел», деп кесіп айтты. Әпкелік қамқорлықпен өзім деп айтқан ақылын сол жерде ұғындым. Іштей алпауыт қалада бір туысым пайда болды ғой деп қуанып та қалдым. Қуанбағанда ше, студент кезімде үйіме айтпай құжаттарымды Алматыға тапсырып, билетіме дейін алып қойып әке-шешеме бірақ айтқанымда, шешемнің бір сөзі құлағымда еді: «Қасқа маңдай ау, Алматыға барып адасып өлесің бе? Қай туысқаның күтіп отыр сені? Қайда бара жатсың? Әкеңнің үйі бар ма әлде?» деп біраз ботадай босағаны бар. Студенттік шағымда кейде жылағым келіп, туысқаным болғанда ғой, барып сәлем беріп тұратын дейтінмін. Жұрттар жақын маңдағы үйлеріне, не туыстарына кетіп жатқанда, жатақханада кітаппен дос болып қамалып отыратынмын. Енді міне, жаңа ғана әкемнің інісінің баласы, інім деген су жаңа әпкемнің есік түйісіп тұрған үйіне қонаққа бармақпын. Рабиғалардың үйі 3 бөлме екен. Үйде жалғыз өзі болды, қызы Аяжан сабақта, күйеуі көрінбейді. Бірақ өзінің айтуы бойынша бұл үйде әкесі Болат аға мен інісі Шыңғыста тұрады. Пәтер іздегелі жарытып ыстық тамақ жемегенім сонша, Рабиғаның қуырған макаронын алдыма табақпен ет тартқандай соғып алдым. Бұрқыратып қою шайын ішіп отырып, Рабиға менен қайда жұмысқа орналасқанымды, әке-шешемнің қайда екенін, барлығын толық сұрап алды. Әңгімеміз тамаша өрбіді. Бұрын студент кезімізде қорқатынымызды, көрсек жабайыланып тығыла қашатынымызды айтып күліп алдық. Сөйтсем құбыжықтай көрінген Рабиғамыз тіпті басқа адам екен. Үйінің үлкені болғасын сіңілдері мен інісіне ғана қаталдау болғаны шығар деп түсіндім. Әйтпесе туған көріп баласым Гүлмирамен отырғандай алғашқы күннен-ақ емен жарқын сөйлесіп кеттім. Үйіме келе сала Құдайыма шүкіршілігімді айтып, әке-шешеме хабарымды білдіріп, Гүлмираға ақ алғысымды жаудырдым. Аштан өлтірмейтін әпке тапқаныма шын қуандым. Бір қызығы әңгіме арасында белгілі болғандай, Рабиға жұлдызнамаға сенеді екен де, екеуміздің жұлдызнамамыз бірдей екен. Қабырғалас көршілерімнің амандығын тілеп, мен де жұмысқа кірісіп кеттім. Бір күні Рабиғаның үйіне шақырусыз кіріп бардым. Кешке қонаққа шақырғым келді, түрі қашып кеткен екен. Күйеуі еркінге ренжіп тұрғанын байқадым. Ыңғайсыз жағдайға қалғанымды сезді ме, мән бермей-ақ қой дегендей, асүйге шақырып, ашуланып отырғанын жеткізді. Өмірде байсыз қалсам да осының артынан жүгіріп алдына түспеспін. Бір қызымды асырауға шамам жетеді. Бәрін менің мойныма асып қойған Құдайға қалай қарыз айтам? Маңдайыма жазылғаны осы шығар, енді қайтем. Былыққа батып балып, мені сорлатпақшы сұмырай. Одан да барынан жоғы бұл сияқты нан соғардың. Дәл осындай байды балшықтан да жасап алам. Менен басқа ызыңдаған әйел болса баяғыда артынан біртеу шығарып жіберер еді. Әлі басында баспанасы жоқ, не қарық қылып жасап жатқан жұмысы жоқ. Екі аяғын салбыратып менің мойныма мінгісі келеді. Ол емес,
Осы үйде мен еркек сияқтымын. Байының да баласының да асыраушысы мен ғана. Мен болмасам аштан қырылатын шығар өңшең қайыршылар. Еркек деген аты құрысын. Артына қарамай қатымен жүрген не теңі десеңші. Шешемнің алып берген көлігінде быт-шытын шығарып 6 айға жеткізбей күл талған етті. Енді келіп басқа қатын алам дейді. Көсегесі көгеріп бағы жанып кететін болса, мен ақ жіберейін осыны ұстамай. Емге қажеті жоқ, осы сорлының жүргенді бәрі. Маған кінә артқысы келеді, жалғыз қызына қанағаттанбаған. Түрмен маған бедеусің дегісі келеді екен. Құдай берем десе осы жалғыз қыздан да береді рахатты. Алдын ойламай, бүгін мен ғана өмір сүретін топастығына таң қалам деп, маған неге келдің дегендей сұраулы жүзбен қарады. Аң-таң боп қалған мен неге келгенімді ұмытып қалып, неге ашуланып отырсыз деп сұрадым. Мына біздің үйдегі еркексімақ кетем дейді. Кетсе атамнан әрі. Аяғына оратылып жата жармасатын мен емес. Көрер, сосын кімнің қолында тайраңдағанын. Мен сізді қонаққа шақырып келіп едім. Болат аға, бәріңіз үйге келіңіздер. Кешкі асты біздің үйде ішейік деп, ашуланып отырған Рабиғаның жауабын тыңдамастан жайлап шығып кеттім. Артымнан кешке жақын барамыз деп айтып үлгерді. Кешке қайын жұртым келердей, ауылдан келген етті асып, қонағымды күттім. Құдайы көршілеріммен кешкі асымды ішіп болғасын Рабиға қонақтардан қалған дастархан мен ыдыс аяқты жууға көмектесуге қалды. Еркек басыңмен ас үйде жүрме, өзім жиыстырамын деп әпкелік қызметін атқарды. Артынан қалып тағы да екеулеп отырып шай іштік. Әңгімені мен бастадым. Сізден бір нәрсе сұрасам деп едім. Сара апайды толық емдетуге болады маусы. Қазір медицина дамыған 6 ай ғана ауырып, солай кете бергені маған түсініксіз болды. Қайткенмен де біздің осы жақтағы анамыз еді. Ауылда жүргенде естідім ғой, суыққа барды. Диплом алып жатқанда соңғы рет онкологиялық ауруханаға барғанымызда көрдік бәріміз. Одан кейін не болды, білмедік. Сол 6 айдың ішінде апыр-топыр болды да кете берді ғой шешеміз. Бәрін өзіңе тапсырдым деп, мыналардың барлығына қарап отырғаным осы. Талғардағы үй банктың бақылауында тұр. Әкем мен Шыңғыс та жақында келді. Еркіннің жүрісі анау, миым атала болуға қарады. Құдай көрсетерін тауыспасын, бұдан да зорғысын көретін шығармын аман болсам. Ұлында қызында аяқтандырып, жеткізсем деп жүріп, өзімде қартаятын шығармын. Талғардағы үйге не болды? Анау алмұрт ағаштары, бау-бақшаның бәрі қазір қараусыз ба қазір? Маған уайым алмұрт ағашы болған сол кезде. Арыдан асып ойламағаным ғой. Жұртқа жан қайғы болғанда. Қалды ғой бәрі сол жерде. Ешкім тұрмайды ол үйде. Бір жағынан әкемнің қазіргі істеп жүргеніне де қаным қарайып, миым ауырады. Шешемді біліп кеткен шығар осылардың осындай фокустарын көрмейін деп. Болат ағама не болды? Ол кісіні де түсінуге болатын шығар. Әйелін жоғалтқаннан кейін құлазып жүрген шығар дедім. Құлазып жүрген адамды көргенім жоқ, інім-ау. Қатын жоғалтып қайғырып отыратын адамның түрі басқаша болады. Қайсы бірін айтайын? Деп күрсініп бала темекісін тұтатты Рабиға. Жалпы шешемнің өліміне тікелей қатысты әкем. Осы кісінің қанша жыл жасаған кесір-кесапатын ішіне сақтап, жымын білдірмей жасырып, дұрыс бетіне қарсы келмеңдер, жалғыз әкелерің деп көтерген байының істемегені жоқ екен шын мәнінде. Оны кейін өлер шағында білдім ғой. Әкем ғой, қанша дегенмен бірақ ішім қанжылап ойласам, біреу келіп, алқымымнан келіп тырнап жатқандай болам. Несін айтасың? Шешем бір ауыз әкемді туыс бауырларына жамандап, болмаса солардың алдында абыройын түсіріп көрмеген. Кімнің күйеуі? Сараның күйеуі деген жақсы атаққа семіріп жүре берген. Болатты болат еткен Сара болған. Сараның арқасында ғана Болат осы дәрежеге жетіп, кеудесін қомпайтып, күжірейіп жүргені. Болмаса бәрі біледі бұның қандай адам екенін. Тұра тұрыңыз, Болат ағаның не жазығы бар? Мен түсінбедім. Ол кісі бірдеңе жасаған ба?
Сарапама. Біз барған кезде кәдімгі әкеміз бен шешемізге барғандай көсіліп жататын едік. Болат ағам мен Сарапам біздің отырыстарымыздың дастарханын ашып, батасын беріп кететін. Солардан үлгі алып, соларға ұқсағымыз келіп, қызығатынбыз. Кішкене түсіне алмай отырмын деп, мен де қазбалай кеттім. Ой, інім, мен басынан бастайын. Бұл ауру қалай пайда болды шешемде? Неге ауырды? Қасында өзім жүрдім ғой. Өткен жылдың 42 айында әкеміз үйден кетіп қалды. Шешеміз біраз уақыт айтпай жүрді. Кейін білгенімдей бұл бірінші рет емес, сан мәрте қайталанған құбылыс екен. Содан 42-тің ортасында сенің досың Гүлмираны әкеміз қалаға кездесуге шақырыпты. Әкесінің сүйікті қызы ғой, сағынған шығар, жетіп барыпты. Қайда дейсің бе? 30 жасар мүгедек баласы бар. Университетте оқытушы бір әйелдің қолына кіріп, сол әйелдің таңғы асын беріп, шығарып салып, кешке тамағын даярлап, күтіп алып, кешке дейін мүгедек баласына қарап отырады екен. Бар жұмысы сол болыпты. Соның барлығын көрген Гүлмира жыламсырап, шешемізге айтпай маған келді. Рабиға, мамама қалай айтамыз мұны? Әкемнің солай қор болып жүргенін көріп, келдім деп өксіп қоя берді. Маған әкемнің айтпаған себебі, мен ол қатынның шашын жұлып қолына беріп, өзінің ит терісін басына қаптайтынымды біледі. Сондықтан маған дәмем демеген. Бірақ шешеміз бәрін біліп отыр екен. Ол кезде де сыр білдірмей, мектебіне барып, жұмысына жасап жүре берді. Әкеміздің жоқтығын білдірмей, шешеме телефон әпердім. 2 күн сайын барып, көңілін аулап кететінмін. Шықты, құрбыларымен қыдыр. Көңіліңді түсірме кетсе кете берсін деп әкеме деген ренішімді айтқанда, қой, мен олай жасай алмаймын. Сендер аман болсаңдар болар деп қоя қоятын. Сөйтсем, жатып алып шешем түнімен күрсінген екен. Сөйтіп жүргенде желтоқсан айында әкемнің өгей шешесі, яғни біздің әжеміз қайтыс болды. Шешем екеуміз ол енесін, мен әжемді жоқтап ауылға бардық. Сенесің бе? Әкем келген жоқ. Сол жерде туыстарымыздың барлығы піш-піш әңгімелеп, Болат басқа қатынға кетіп қалып, Сара қызы екеуі жалғыз келді деп өсекті жіберген. Оның барлығын құлағы естіген шешем Алматыға келіп бірінші рет құлап ауруханаға түсті. Содан соң әкеме өзім бардым. Жаныма туған қарындасын ертіп алдым. Мекен жайын білдім. Есігінің алдына барып тұрып, әкеме телефонмен айттым. Папа, қазір мен сол үйге кірсем, ойран топанын шығарып кетем. Қатыныңды да анау арбада жатқан ұлды да балконнан лақтырам. Шешемнен артық емес шығар ешқайсысы. Шығыңыз, сөйлесеміз деп. Содан әкем шықты, басы салбырап. Қарындасы бажылдап жылап ағасының ақылын айтты. Қанша дегенмен туғаны ғой, ішіндегісінің бәрін ағасына ақтарып, боп маған қарады. Мен бір-ақ ауыз сөз айттым. Папа, осы жасқа келгенде қайдағы бір жаман қатынның ауру, мүгедек баласын баққанша сапса өзіңнің 4 балаң отырмыз ғой. Бізді бақпай-ақ қой, шешемнің жанында отырсаң өзіміз-ақ сендерді бағатын едік. Дені сау ұлың үйде күтіп отыр. Қайт үйге. Жаңа жылды бірге қарсы алайық. Есің бар еді ғой, папа. Мамам ауруханадан шыққанша үйде күтіп отыр келіп. Біз де сені күтеміз дедім де, бұрылып алып кетіп қалдым. Қарындасы екеуі қалған сол күні кешке әкем үйге келді қысқасы. Не керек? Жаңа жылды бірге қарсы алдық. Бірақ көңілі тоң мұз боп қатқан шешемнің жібуі қиын болған сияқты. Қаңтардың ортасында жетпей қайтадан құлап, тағы ауруханаға түсті. Содан оңбады ғой, химия терапиясын алды. Миында ісік пайда болғанына біраз болған екен. Ішінен тынып, сыртқа ештеңе білдірмеген екен шешем байғыз. Арпалысып дәрігерден дәрігер қоймай қараттық. Соңында онкологиялық ауруханадағылар 2 ай өмірі қалды деп, маған үйге алып кетулерін керек деді. Сол баяғы Рабиға шешесін алып, үйіне әкелді. Содан шешемді көзі жұмылғанша үйде қарадым. Әкем ара-тұра келіп кететін. Талғарда жатты өзі, қайтадан қатындарын жағалап жүрді ме білмедім. Өзім шешемнің жанында аурумен бірге кірістім. Оның үстіне мұна біздің езге шешем банктен несие алып, $5.000 көлік әперді ғой.
Шешеме сол кезде айттым қақсап, мама, керек емес, алып бермеңіз. Бұл ертең сол ақшаны төлей алмайды. Қарызға батырады. Сол кезде маған айтпады демеңіз деп зәреледім. Сендер тату болыңдар, еркін көлігімен дұрыс қызмет жасар деп. Шешем үйлерін кепілдікке қойып банктен ақша алды. Әкем кеткесін ол ақша төленбей қалған. Мына біздің еркін сұмырай көлікті быт-шытын шығарып, төңкеріп тастап, не ақша жоқ, не көлік жоқ. Енесінен қашты. Одан қалса енді менен қашып жатыр. Соның барлығын ойлап, шешемнің миына қан құйылып, ісік пайда болғаны сол. Ауырып ауруханада жатқанда ана Гүлмира байға қашып кетті. Өзің білесің. Бәрі қабаттасып келіп, шешемнің жанын шығарды-ау, деп біраз күрсінді. Сол бізде Гүлмираға айтқанбыз, мамаңның түрі анау, кішкене асықпай-ақ тұрмысқа шыққаныңды болар еді деп. Оның үстіне күйеуі Айдынмен 2 жыл бірге жүрді. Жағдайды түсіндіру керек педі сол кезде деп, группаласымның қылығын түсінбей отырдым. Ол оңбағандарың не істегенін білесің бе деді. Шешемнің қырқы өтпей жатып маған қоржын әкелді ғой. Аңырап шешемді жоқтап отырғанымды кілең ығай-сығайларыммен келіп, кететін адам кетті. Оның артынан кетпейміз ғой енді. Қоржын әкелдік, 10 күннен соң тойын жасаймыз деп қарап тұр құдасыма ақтарым. Шешемнің топырағы суып үлгермей, қай беттермен келіп маған қоржын ұсынып тұрсыңдар. Қоржын қабылдайтын жағдайдамын ба деп аттанды. Ушу қырғын соғыстың арасында Айдынның шешесіне айттым. Дәл қазір шешем өліп қайғырып отырмын. Үйіңде 70-ге келген шешең отыр екен. Ертең сол кемпір өледі, сен де қайғырасың. Сонда барып менің жағдайымды түсінесің. Қазір көзіме көрінбей құрыңдар дегенде күйеу балам келіп, ти, ведьма деді. Міне, ведьманың ашуымен айтылған сөзі шалыс кетпеді. Бір аптаға жетпей үйлеріндегі 70-ге келген кемпір ауырмай өліп қалды. Бірақ сонда да олар 10 күннен соң тойларын жасады. Сіңліме де ренжіп, барлығына өкпелеп тойға бармағаным сол. Бірақ сіз тойдың аяғына қарай келдіңіз емес пе? Қап-қара көйлек киіп мейрамханаға кіріп келгеніңізде бәрі жалт бұрылып қарады ғой сізге. Ал енді сенесің бе, сенбейсің бе, ол бұлай. Бәрі Гүлмираның тойына кетті, мен бармаймын деп қалдым ба? Бір уақытта телефоным шырылдады. Қарасам бетінде еш жазуы жоқ, қоңырау келді. Көтерсем арғы жағынан мамамның дауысы естілді. Рабиға, ана қызды неге жылатып қойдың деген. Сол жерде үйден шашым жалбырап, қалай атып шыққанымды білмеймін. Солай барғанмын ол тойға. Мүмкін менің құлағыма Құдайдың өзі солай естірткені шығар. Әйтеуір түсініксіз жағдай, әлі құпия маған. Деп сағатқа қарасақ, түннің бір уағы болған екен. Рабиға әңгімесін аяқтап боп, күйеуіммен ажырасатынын айтып болды. Сотқа арыз беруім керек, анау үйдің ақшасы тұр төленбеген. Қалай жасаймын? Басым қатты әбден деп, өз үйіне кетті. Мына әңгіменің бәрін естіп алып, біраз уақытқа дейін мен де ұйықтай алмадым. Сара апайдың өліміне не себеп болғанын шамалап болса да түсінгендей болдым. Туысқан тапқаныма қуанып, күнделікті кешкі асымның көбін көршілерімен бөлісіп ішіп жүрдім. Болат ағаны бұрыннан әкемдей сыйлайтынмын. Көрші болғалы тіпті жақын болдым. Шыңғыс туған інім, бауырымдай болды. Рабиғаның қызы Аяжанға кішкентай қарындасындай қарап, бір сөзбен айтқанда сол үйдің адамындай етене жақын араласып кеттім. Бір күні Рабиға келді үйге. Үстіне киіп алған киіміне қарасам, көшеге киетін сәнді киіммен тұр. Сасқанымнан, менімен мейрамханаға барайын дедіңіз бе дедім. Біраз үнсіз отырып әңгімесін бастады. Мен жынырып, өлетін шығармын. Байым деген байсымағым неше күн жоқ. Боп жүріп, өзінің Шымкенттегі кластасымен бірге тұрып алыпты. Менен қорлық көрген-ау, соған қарағанда. Азарда безер боп, шырылдағаным шығар, бұларға жақпайтын. Тымырайып барып, байға тимеген кластас қызының қолында жүренді. Кеше түнде келді, киімдерін жинастырып бердім. Бар айтқан кінәсі Аяжаннан кейін менің бала тумағаным. Оған ол бала керек екен. Адам біреуге кінә артпастан бұрын өзінің де кемшілігін бір сәт ойлап қарамай ма? Мен туғым келмей тумағандай.
Өзі белсіз болса, қайтем енді. Ұрпағыңды көбейт, кедергі болмайын, ал ол алған әйелін жөні түзуме деп, бар ақылымды айтып, кеше еркінді шығарып салғанмын. Ал енді бүгін әлеулейім бітіп, хәлеулейім шықты. Папам бүгін бір қаншықты әкелді үйге. Бөлмесінде жатыр қазір, жасы менен кіші сайқалды көріп, әкеме бас салғаным сол еді, сен қыздың шаруаң болмасын, деп кеудемнен итеріп жіберді. Туған қызының солай кеудесінен itергені болғаны ғой енді. Мен қалай кіріп, мына үйде оларға тамағын дайындап, қарап отырам. Осылай талайы келді, бірақ әкемнің мінезіне бір айда шыдамай тоңқалаң асып, енді бетін көрместей болғандары бар. Бұл да ақшасын сыпырып алып, тайып тұратындардың біреуі ғой. Осыдан солай болмасын, мұрнымды кесіп берем тура. Бізге білдірмей шешемнің де іші күйгені осындай қылықтарынан болған ғой. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым боп тұр емес пе? Шешем өлеріндегі айтқан бір ауыз сөзі үшін ғана жүрмін. Шыдамында бір күні шегіне жеткізбесе. Маған салса алатын әйелі нақта көнем десе, бөлегүйе қылып шығарар едім. Бірақ әкемнің мінезін бес саусақтай білем, адам шыдауы мүмкін емес қой. Мұның ит мінезіне шыдамаған менің шешем ғана шығар. Өмір бойы өле-өлгенше жіптіктей қылып, бәрінің алдында бөкең жақсы деген статусын жоғалтпағаны сол. Болмаса, туған бауырлары да теріс айналар еді әкемнен. Шешемнің көзі кетті, басқаша қарауы да мүмкін, қайғайсыз да. Әйелі кеткесін білгенін істеп, азып тозды деген атаққа қалмасын деп, тырмысып жүргенімді түсінбей тұр әкем. Әбден күйініп болдым, білмеймін, не істерімді. Келесі айда Аяжан конкурсқа барайын деп отыр. Еуропаның 6 қаласында болады екен конкурстары. Аяжан 7 жасынан бастап хореографиялық училищенің балаларға арналған бөліміне барады. Оғанда қаражатын барлығын көтеруім керек. Мен банктың бастығымын ғой, бұларға керек нәрсе алдарына келе беру керек тек. Бір жағыма шығып, қолдау көрсет дегенімді түсінбей кетті еркінде. Әкемнен бір тиынды алсаң, 2 тиын етіп қайтарудың керек есесін. Сондықтан өзім тауып, өзім жасауым керек, не нәрсе болса да. Қазір құрбылармен бой жазып қайтатын шығармын, деп әңгімесін бітіріп кетіп қалды. Бұл әңгімені естігеннен кейін әкемдей көрген Болат ағамның іс-әрекетін түсіне алмай көбі тұрдым. Барғым келді, көргім келді кімді әкелгенін. Неге екенін білмеймін, ішімде Сара апаның орнына жүретін кім соншалықты деген қызғаныш сезімі де пайда болды. Бірақ дaftarдай кісі адаспайтын шығар. Әлде қалай деп, артын күтейін. Не болар екен дедім де қоя салдым. Егер Сара апай тірі болғанда бұлай жанталасқан кикілжеңдер болмас беді. Бәрі рет-ретімен басқаша өрілер меді, деп ойладым. Ал егер Рабиға болмаса қалай болар еді? Сансыз сұрақтың жауабын таба алмадым. Рабиға аман болса, өзі ыңғайластырар деп, туғанымдай боп кеткен әпкеме жаным ашыды. Бірақ деген сөз қайта айналып келе беретіні болмаса. Рабиғаны танымағаныма да біраз болды. Өзімде боп жатқан кейбір түйіні шешілмейтін мәселелерді оған айтып, реті келсе кеңесіне құлақ түре отырып бірге ақылдасын жағдайға жеттім. Туған әпкеме сенгенде ештеңе жасырғаным жоқ. Қолынан іс келетін адамның бет бейнесін ажырата алатын жасқа да жеттім. Рабиға арқылы көп нәрсеге көзім ашылып, ақ пен қараны пайымдай бастадым. Уақыт өте келе баяғы тұрмысқа шыққан Гүлмира досым, күйеуі Айдыннан ажырасатын болды. Тойлары өткеннен кейін артынан іздеп, ешкім бармағасын. Бір күні әкесі Болат қызының үйін бетке алады. Сүйікті қызын сағынғаныма әлде қызына айтары болды мекен кім білсін. Қаланың шетінде тұратын қызының үйінің босағасын аттай бергенде, атжалман құдағиы алдынан шығып, не бетімен келіп тұрсың, неменеге келдің? Сені кім шақырды? Қызыңды алып кетуге келдің бе? Деп туған құдасына кеудесінен итеріп жібереді. Міне қызық, дәл сол жерде күйеу баласы өзінің шешесімен арпаласып, қызы әкесінің жағдайын көріп жылап сықтап отырып, сол үйде көрген күнін әкесіне бастан аяқ айтып береді.
Баяғы қоржын апарғандағы қырғыннан кейін бұлар құдандалы боп араласпаған еді. Тек жастардың тойында ел жұрт үшін спектакль қойып, өз рөлдерін ойнағаны болмаса. Одан кейінгі 6 айдың ішінде Гүлмираның ізіне шамалып түскен енесі мен жалғыз қайынәпкесі күнде құлағының құртын жеп, шешесін жоқтап үйіне барған сайын, төркіні жақынның төсегі жиылмас деп, ығырын шығарған екен. 6 айда бала көтере қоймадың деп те, келіндеріне кінә артқан шешесі мен қызы Гүлмираны күйеуі жоқта күндеумен болған. Енесінің әкесіне көрсеткен қоқайын көрген Гүлмира көп ұзамай барлығын Айдынмен талқылап, екеуі ажырасу туралы шешімге келген. Басқалай жасау мүмкін емес еді. Басынан бастап қарғызбен, айқай-шумен, көз жаспен көмкерілген тағдырларының әрі қарай көгеріп көктеп, гүлденіп кете алмайтынын түсінді. Бір-бірін шын ұнатып, сүйіп тұрса да, Айдын жалғыз ұл ретінде әке-шешесінің айтқанын жерге тастай алмаса, Гүлмира шешелері кетіп жетімсіреп отырған әкесі мен інісінің тағдырына алаңдады. Айдыннан ажырасқан Гүлмира да Рабиғаның жанына келіп қосылды. Шешелерінің жоқтығы да жанына батты ма, әлде отбасының осылай шайқалғанына көңілі құлазыды ма? Гүлмира тұрмыстан 2 ай жатты. Сырттан қараған адам түсінер еді, бәр қайғыны көтере алмай жатқан шығар деп. Дегенмен Рабиға оның бұлай жатысы ұнамай кетті. Бір күні сүлесоқ жатқан сіңлісіне келіп әңгімеге тартты. Гүлмира, қашанғы жатасың? Көз жасың төгілгеннен шешең тіріліп келіп, не болмаса ажалман енең алдыңа келіп кешірім сұрар дейсің бе? Болар іс болды, еңсеңді көтерде жұмысыңа бар. Жетер енді. Бәріміз де сен сияқты ішімізден қан жұтып жүрміз. Менен қалайсың? Сенен 2 есе ауыр жүкті көтеріп отырмын. Кететін бай менде де кетті. Әкемнің көңілін табу бар, інімізді адам ету мойнымызда тұр. Тіпті өз қызыма да көңіл бөлуді қойдым қазір. Тұра ғой, есіңді жи деді. Рабиға, менен бір қателік кетті. Шешем төсек тартып жатқанда кетпеуім керек еді. Енді не қыл дейсің маған? Шынымды айтсам, сенің артыңнан шешеңе деп, арнайылап келген Сақинаны ауруханада жатқанда қолына таққым келген. Қолын бір сілтеп Сақинаны лақтырып жіберді сол кезде мамам. Шешемнің разылығы да болмады-ау деймін саған қарағанда дегенде, Гүлмираның етегі жасқа толып өксіп жылады. Мен сонда өмір бойы бақытсыз болам ба, Рабиға? Айдыннан басқаны жүрегім қалап отырған жоқ. Ол да мені жақсы көреді. Тек шешесі мен әпкесінің айтқанынан шыға алмай отыр. Не боп кетті өмірім? Құдайға не жаздық сонша деп боздай жөнелді. Әй қыз, тіпті байсыра бөлсең де керек бай іздеп келер. Болмаса жер жақанда содан басқа бай құрып қалса да жетер енді. Ойбай-ау, шешең өлгенде бұлай қайғырмап едің. Шешеңнен артық болды ма сол еркек? Бұлай жата беретін болсаң, бар да Айдыныңнан аяғына жығылып кіріп алу үйіне деп Рабиға ашуға мінді. Шешең өлгенде бұлай қайғырмап едің деген сөзден Гүлмира есін жиып, төсектен басын көтерді де, мен енді өзгеремін, жаңа өмір бастаймын деп, Рабиғаны құшақтап өз-өзіне ант берді. Сол күннен бастап Рабиғаның қарауына Гүлмира да қосылды. Ендігі жерде шешесінің аманатын қалайда орындау керек екенін мықтап сезінді. Рабиға жұмыс жасап жүрген сауда кешені жабылып, баса есепшіден бастап барлығы қысқартуға ілінді. Өз ісінің майын ішкен, тіс қаққан маман болса да үлкен бастығы бұны алып қала алмады. Бір сөзбен айтқанда, дем арасында сауда кешенінің директоры жеке шаруашылығын банкрот деп жариялап, қарамағындағы жұмысшыларын бір-ақ күнде таратып жіберді. Жұмыссыз қалмайтынын білсе де, Рабиға аз уақыт өзіне демалыс жариялағысы келіп, бір жағынан үй тірлігіне, жалғыз қызы Аяжанға көңіл бергісі келді. Жұмыс орнынан құжаттарын жинап келген күні қызы да үйге ерте оралды. Келе салысымен анасының жағдайын көріп, бірден әңгімеге бастады. Мам, сіз неге жұмысқа бармағансыз? Әлде бүгін демалыс жарияладыңыз ба? Менің шетелге шығатын визамды жасау керек екен. Ирина Валерьевна келесі аптада сіздерді жиналысқа шақырып айтатын шығар барлығын. Сосын бағана әкем телефон соққан. Айдос ағаңның туған күніне келесің бе деді. Біраз уақыт демалатын шығармын қызым.
Жұмыс орнымыз жабылып жатыр, бірақ жай ғана дүкендерге болса да орналасамын. Ирина Валерьевнаның шақырып жатса барармын. Ал енді Айдос ағаңның туған күніне барып қайт. Туғаның ғой. Оның үстіне әкең де сені көргісі келген шығар. Сосын жерде қызым, әкеңнің туыстарының ондай жиын тойлары болсын, басқасы болса да қалма, барып аралас. Сенің қаның олар туыстарыңмен қарым-қатынасыңды үзбе. Мам, сонда сіз бармайсыз ба? Мен не деп барайын? Әкеңнің артынан еріп жүретін әйелі емеспін. Заңды түрде ажырасқан соң, өз өмірін әрі қарай жалғастыруға кедергі болмайын. Мүмкін өзі айтқан әйелін заңдастырып алғанда шығар. Бірақ сен оған қарама. Туған әкең екені рас қой, өлгенде де сен жерлейсің әкеңді, соны ұмытпа. Тіпті екінші әйелі бала тауып берсе, сен соны бауырым деп қабылдауың керек. Себебі әкелерің бір адам, інің не сіңлің деп артынан ертесің. Туыстарың да саған керек болады. Басқа жақындарың жоқ, солардан артық. Барып тұр, қолыңнан келсе көмектесіп жүр, оларға ештеңең кетпейді одан. Иә, ажырасқан сіздер, ол сіздердің тағдырларыңыз, оған менің қатысым жоқ. Тек папамда сізде бақытты өмір сүрсеңіздер, жеткілікті мен үшін. Мен сіздердің мәселелеріңізге араласа алмаймын. Өйткені бұл өмір, деп сарт еткізген Рабиға Қаршадай қызының ойының соншалықты ересек адамның пайымдауындай жетіліп кеткеніне таң қалды. Сол аралықта қызына дұрыс тәрбие беріп, келе жатқанына қуанды. Жалғыз болса да көпшіл боп өскеніне, ойының дұрыс екеніне шүкірлік етті. Қызын оқуына шығарып салғасын баяғыда, әкесін алып келуге барғанда жанына еріп барған әкесінің қарындасы Жаңыл телефон соқты. Жаңыл Қостанайда тұратын, тұңғышы биыл бітіріп, универдің сырттай бөліміне құжат тапсырған. Сол мәселесімен сенімді деген сіңлісі Рабиғаға хабарласқан екен. Рабиғаш, амансыңдар ма? Ағам қалай, ауырмай, жақсы жүрме? Менің де тапсырмаларым бітпеді ғой. Әлбектің құжаттарын тапсырғанда толық болмай. Таныстар арқылы сол жердегі проректор кісінің телефонын алып отырмын қазір. Мен ол кісіге айттым, сіңлім барып құжаттарды апарады. Сосын оқу ақысын төлем жасайды деп. Енді соны уақытың болса бітіріп берші. Құдай тілеуіңді берсін. Сенен басқа сенерім жоқ қой, білесің. Ана келін қатындарға айтқым келмейді ыздитып. Болмаса Шоқанның не Мараттың үйіндегі біз бикештер отыр ғой, екі қолдарын алдарына салып қойып. Сенбеймін оларға. Соны өзің реттестіріп бір ретін келтірші. Адаммен дұрыс сөйлесе алатын қабілетің бар ғой. Ол жағынан талантыңа күмәнім жоқ деп, сіңлісінің көңілін аулағандай тарқылдап күліп жіберді. Өзі алыста болса да кейде ішіндегі мұң шерін шығаруға іздеп тұратын Жаңыл әпкесінің бір ауыз сөзін Рабиғада жерге тастамайды. Екеуі құрбылар сияқты бір-бірін іздеп, ара-тұра сырақтарысып тұратыны бар. Әкесінің қарындастарының ішінде Жаңылды ерекше жақсы көретіні де сондықтан. Ертеңіне Әлібектің құжаттарын салып алып, универде бетке алды. Өзі де бір универдің бір деканы секілді мұздай боп сықиып киініп алған. Кірген бетте не айтам, қалай айтам деп, жол бойы жоспарын құрып қойды. Екінші қабаттағы 209-шы кабинетке келді. Есіктің сыртында оқу ісі жөніндегі проректор, философия ғылымдарының докторы профессор Дәуір Шоңбаев деп тұр. Не де болса деу кісі болды ғой. Қалай қабылдар екен деп, хатшы қыздың рұқсатымен Шоңбаевтың қабылдауына кірді. Әңгіменің жалғасы бар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз.